жеңіс күні сан мыңдаған ұрпақ үшін ұлы мереке. Биыл адамзат тарихындағы ең сұрапыл, жойқын соғыс, Ұлы Отан соғысы аяқталғанына 76 жыл толды. Бұл сол кездегі кеңес халқының ержүректілігі мен төзімділіктерін паш ететін, тарихта мәңгілік қалатын күн. Бұл мереке бейбітшілік пен қайырымдылықтың мәңгі жасампаздығын, отанын қорғаған жауынгер солдаттар мен офицерлердің айбыны, тылдағы жеңісті жақындатқан жұмысшылардың ерлік еңбектерінің мәңгі өшпейтіндігін дәлелдейтін белгі болып қалмақ. Оларды ешкім де еш уақытта ұмытпайды. Енді соғыс болмасын. Великая Отечественная война длилась 1418 дней и ночей. Это была большая трагедия. За годы Великой Отечественной войны погибло более 27 миллионов человек. Вот уже новые поколения на протяжении многих лет вспоминают те страшные события. 76 лет со дня Великой Победы мы вспоминаем с глубоким уважением и почтением своих предков, воевавших за нашу страну против фашистской Германии. Их подвиги навсегда вписаны в историю нашей страны. Для нас важен пример наших предков тем, что пожертвование, мужество, стойкость духа и любовь к родине стало для многих образом жизни. Это огромный нравственный урок будущим поколениям.